Бисмилля, алхамдулилля, уссалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті білімгерлер, Алла қаласа бүгіннен бастап өздеріңізбен бірге араб тілі морфологиясын, яғни сарф ілімін бастайтын боламыз. Жалпы араб тілін, оның ішінде Алланың кәләмін, яғни Құран кәрімді, пайғамбарымыздың хадисін үйренемін деген осы ілім жолына алғашқы қадамдарын бастап жатқан ізденушіге ғалымдарымыз үш ілімді негізге қояды. Осы үш ілімнен бастау керек дейді. Оның біріншісі ол араб тілі морфологиясы, екіншісі араб тілі синтаксисі, және үшіншісі бәлаға делініп, яғни шешендік өнер. Осы үш ілімнің қайсысы, бұл ең алғашқы қадам дедік қой, осының ішінде ең алғашқы қайсысы болады дейтін болсақ, көпшілік ғалымдарымыз араб тілі морфологиясын, яғни сарп ғылымын алға шығарады. Осыны негізге ала отырып, өздеріңізбен араб тілі морфологиясын, яғни сарп дәрістерін Алла қаласа бастаймыз. Бұл кітаптың негізінде біз сіздермен өту үшін қазақ тілінде жазылған, яғни араб морфологиясын, сарп ілімін қазақша аударып жазылған 29 дәрістен тұратын қысқаша еңбекті негізге алып отырмыз. Араб морфологиясына байланысты негізгі дәрістер, етістік, есімге байланысты негізгі қағидалар қамтылған бұл еңбекте. Иншалла аяғына дейін аяқтап шығуды Аллах Тағала нәсіп етсін. Жалпы сарп ілімі наху іліммен, яғни араб тілі синтаксисмен бірге қарастырылған алғашқы кезеңдерде, кейін келе өзіне дара болып араб тілі морфологиясы сарп ілімі ретінде бөлек шығарылды. Сарф дегеніміз не? Тілдік мағынасы көшу, жұмсау, орын алмастыру деген мағыналардың аясында. Терминдік мағынасы сарф ілімі есімнен етістікті ажырату үшін, немесе есімнен бірнеше есімдерді шығару үшін, немесе етістіктен бірнеше етістіктерді осы шақ, келер шақ, бұйрық-лайға алмастыру үшін, жалпылама айтқан кезде кәләмнің, яғни сөздің құрылысын зерттейтін ғылым саласын, араб тілі грамматика саласын сарп ғылымы ілімі деп атайды. Қазақ тілі мен араб тілінің өзіндік ерекшеліктері бар. Мәселен қазақ тілінде жалғаулар соңына жалғанатын болса, араб тілінде кішкене өзгешерек. Мысалы, қазақ тілінде өзіңіздің кітабыңызға келгендей жұмыс деген сөз алайық. Жұмысшы, жұмысшылар, жұмысқа, жұмыспен. Байқасаңыз, жалғаулар барлығы соңына жалғануда. Араб тілінде бұған өзгешелік, бұдан басқашылық. Араб тілінде қосымша жалғаулар, қосымша әріптер ортасына да, басына да, аяғына да жалғана береді. Енді осы тұста есім мен етістікті ажырату үшін, немесе есімдегі түбір әріптері қайсы, қосымша әріптері қайсы, етістікте де тура сондай. Немесе есім мен етістіктің қайсысы екенін ажырату үшін араб тілінде жалпылама формула берілген. Оны фа'аля өлшемі деп атайды. Жалпы мынау сөз кәлима деп аталатын араб тілінде бір әріптен 7 әріпке дейін құралады. Кәлима, сөз. Кәлиманың өзі 3-ке бөлінеді. Бұны Құдай қаласа келесі дәрістерімізде қарастырамыз. Ол есім, ол етістік, ол харп, осы үшеуі. Осы үшеуінің қайсы екенін ажырату үшін, өз ішінде болатын болса, есімнің қай түрі екенін, етістіктің қай түрі екенін ажырату үшін бізге ғалымдарымыз осыны жеңілдету үшін, және оның ішінде түбір әріптері қайсы, қосымша әріптері қайсы екенін ажырату үшін өлшем, фа'аля өлшемін анықтап формула ретінде ғалымдарымыз бізге құрап берді. Бұл формула не үшін керек? Бұл фа'аля өлшемін қолдану арқылы сіз бір сөзден бірнеше сөз шығара аласыз. Бір сөзді бірнеше мағынаға түрлендіре аласыз. Және ең бастысы сол сөздің түбір әрпін анықтай аласыз. Ал араб тілінде көп жағдайда түбірін білетін болсаңыз, ол есімде болсын, етістікте болсын, сол түбірін білетін болсаңыз, өзгерген формасы түбірінің айналасында болады. Көп жағдайда. Бұл көпшілік, көп деген мүмкіндіктер ашылды. Осы өлшемді дұрыс білуіңіз. Сонымен
кітабымызға назар салатын болса, мәселен, амәлун деген сөзді берді бізге. Амәлун. Үш әріптен құралған. Айн, мим, ләм әріптері. Амәлун. Осы сөзден амәлун, мa'мәлун секілді сөздер шықты. Қарасаңыз, бірінші үш әріптен құралған еді. Айн, мим, ләм. Одан алдына әлиф жалғану арқылы, мимнің ненген әлиф жалғану арқылы тағы бір сөз шығып отыр. Одан үшінші сөзіміз ол не? Мa'мәлун. Ол жерде алдына мим жалғану арқылы басқа бір сөз шығып жатыр. Енді осы үш сөздегі өлшемдерді анықтап көрейік. Біз айттық, жоғарыда өлшем, яғни формула ол фа'аля үлгісінде болады, яғни фә, айн, ләм. Фә деп атқанымыз ол сөздің бірінші әрпі, яғни түбір әріптегі бірінші әріп. Айн деп атқанымыз түбір әріптегі екінші әріп. Ләм деп атқанымыз ол түбір әріптегі үшінші әріп. Енді осыны біздің мысалымызға қарап көрейік. Мысалы, амәлун, жаңағы бірінші мысалы. Амәлун бірінші әрпі фә, екінші мим ол айн, үшінші әрпі ла. Яғни үш әріп, ол өлшемде де сол үш әріп болып жазылады. Айн, фә, а, ла. Енді осы тұста айтатын нәрсе, өлшемге түскен кезде негізгі амәлундегі тұрған харекеттер, немесе сукун болатын болса сукундар, өлшемге түскен кезде, яғни фа'алун өлшемге түскен кезде тура солай түседі. Еш өзгеріссіз болады. Сондықтан амәлунның сөздің өлшемі фа'алун болады. Байқасаңыз, харекеттер тура солай қалды. Тек осы түбір әріптің үш әріпін өзіміздің формуламызға салып фа'алун қылды. Енді бұның ерекшелігін келесі сөзде қараймыз. Мысалы қараңыз, амәлун. Оның өлшемі өлшемге салған кезде түбір әріптер солай жазылады. Біз білеміз, бірінші мысалда ол амәлун, ғайн, мим, ләм әріптері бұл түбір әріптер екенін, түбір әріптер өлшемде тура солай жазылады. Ал қосымша әріптер, олар өзгеріссіз сол өлшемге еніп кетеді. Яғни сөзде тұрған қосымша әріптер, олар өлшемге салғанда да тура солай жазылады. Мысалы, біздің амәлун сөзіміздегі алифіміз және мимдегі алиф, ол не? Қосымша әріпте де тура солай, өлшемге түскенде де тура солай жазылады екен. Яғни үшінші сөзім мa'мәлун, біз білеміз, айн, мим, ләм бұл түбір әріп екен, сондықтан мим ғана қосымша әріпіміз, харекеттер, сукундар тура солай қалды. Өлшемі сонда мәф'алун өлшем болады. Мәф'алун өлшем. Сол секілді екінші сөзіміз ал дәрсун, сол сияқты мәдрәсәтун деген шықты. Дәрсун. Үш әріп тұрма, онда бұл сөздің үш негізгі әріпі деген сөз. Яғни ф-ғ-лы деген сөз. Ф-ғ-лы. Оны солай жаздық. Сонда дәрсун фа'лун болады. Ал мәдрәсәтун, бұл жерде біз білеміз, дәроса түбір әріп екенін, олай болатын болса, алдындағы мим мен соңында тамарбута бұл қосымша әріпте. Сонда өлшеміміз мәдрәсәтун болады. Бұдан басқа да мысалдар берілген кітабымызда. Мысалы, варақун, фа'алун, дәрсун, фа'алун, хибрун, фи'алун секілді кете береді. Яғни ұғатын нәрсеміз өлшемге келген кезде әр сөздің өлшемі салынған кезде онда түбір әріптерін анықтап аламыз. Ол түбір әріптер ф-ғ-лы формасында келеді, ал харекеттер, сукундар сол бойынша қалады екен. Тағы осы тұста маңызды нәрсе, араб тілінде жаңа айттық кәләмдар, кәләм дегенде үш нәрсе қамтылады. Есім, етістік, харф, яғни әріп. Бұлар бір әріптен жеті әріпке дейін құралады. Ал есім мен етістіктер ол кемінде үш әріптен құралады. Есім мен етістіктер кемінде үш әріптен құралады. Енді бұл дәрістерді Құдай қаласа келесі сабақтарда әрмен қарай толықтырып жалғастыратын боламыз. Үйге тапсырма бірінші, екінші жаттығуларды орындауға тиіссіздер. Бірінші жаттығуда төмендегі сөздердің өлшемдерін анықтап, түбір және қосымша әріптерін белгілеуге тиіссіздер. Енді бір сөзбен айтқан кезде бұны сіз өлшемін салып шығатын болсаңыз, өлшемін салған кезде ол түбір әріппен қосымша әріп шыға келеді. Енді осы бір сізге көмек ретінде бір нәрсені айта өтейін. Қолыңызға қаламыңыз алып, бірінші мысалға назарыңызды салсаңыз, мен бір сөздер айтайын, сіз сол сөздерді қаламыңызбен белгілеп қойсаңыз. Біріншісі илмун, екінші хукмун, үшінші кәтәбә, төртіншісі хабарун. Бұл атаған сөздер, мен атап шыққан сөздер, бұл негізгі әріптерден құралған сөздер.
осыдан мысал қараңыз, илмун деген сөз аламыз. Өлшемі фи'лун. Ары қарай қарасаңыз, алимун, алимун, осы ғылымы әріпінен қосымша әріптер қосылу арқылы сөздер жасалып кеткен. Бұл сізге енді өлшемдерді дұрыс анықтау үшін көмек ретінде айтып жатқаным. Жақсы, екінші жаттығуда керісінше сізге түбір әріптерді беріп, оның қасына өлшемдерін беріп қойған. Фа'аля өлшем формуланы беріп қойған, сіз сол берілген түбір әріптерді формулаға салып, жаңа бір сөз шығаруға тиіссіз. Мысалы, қараңыз, қора'a бұл фа'аля деген сөз. Қ деп жатқанымыз бұл формулада ф, р деп жатқанымыз формулада айн, хамзамыз ол недегі формуламызда ләм. Сонда фа'аля өлшем, қора'a. Енді осыны фу'ләнің өлшеміне салыңыз деді. Біз білеміз, ф ол қ екенін, сонда айн ро екенін, ләміміз ол хамза екен. Сонда құр'әнун деген сөз шығады. Осылардың бәрін жаттығуда орындауға тиіс екенсіздер. Жақсы, осымен дәрісімізді аяқтаймыз. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.